Bir алыс ауылда Айзере есімді мейірімді мұғалім өмір сүріпті. Ол өз оқушыларын жақсы көретін. Күн сайын оларға жаңа білім беруге тырысатын. Бір күні мұғалімдер күні қарсаңында Айзере апай сыныпқа әдемі қорапшамен кірді. Қорапшаның ішінде құпия бар еді. Оқушылардың арасында Арман деген бала болатын. Ол сабаққа зейін қоймайтын. Әрқашан терезеге қарап қиялға берілетін. Айзере апай әр оқушыға қораптан бір-бір алтын түсте жылтыраған дән берді. Бұл білім дәні, деді ол. Егер оны құрметпен күтіп бақсаңдар, ол сендерге ғажайып сый жасайды. Балалар қуанып дәндерін алды. Ал Арман сенбей, кәдімгі дән ғой, деп оны мектеп ауласының бұрышына лақтырып жіберді. Арада апталар өтті. Басқа оқушылар өз дәндерін суарып күтіп баптады. Бір қыздың дәнінен әуен шығаратын әдемі гүл өсті. Ол гүл оған ән айтуды үйретті. Бір баланың дәнінен жапырақтары кітап беттері сияқты ағаш өсті. Ол ағаштың көлеңкесінде отырып оқуға құмарланды. Ал Арманның қолында ештеңе қалған жоқ. Өз қателігін түсінген ол жүрегі жараланып Айзере апайға жүгіріп келді. Жылап тұрып, мен өз мүмкіндігімді жоғалтып алдым, деді. Кешіріңізші, Айзере апай жымиып қойып. Балам, алтын дән, бұл тек белгі, деді. Нағыз білім дәнін мен сендерге күнде егемін. Оны өсіретін су мен күн сендердің ынталарың мен мұғалімге деген құрметтерің. Сол сәттен бастап Арман сабаққа зейін қойды. Білімге қызыға бастады. Мұғалімдер күні ол Айзере апайға өзі өсірген қарапайым гүлді сыйлады. Бұл оның шынайы құрметінің белгісі еді. Өйткені оның жүрегінде білім бағы енді ғана гүлдей бастаған болатын.